Ортаңғы саусақ өзі, бұл өте қарапайым, ештемемен бәріне көмектеседі. Мынаған да көмекке келеді, мынаған да көмекке келеді, ол бәріне келеді. Ол бәрінен жоғары, ол өзін ұстай алады. Сондықтан да ортаң қолда екен дейді, біреуді мақтағанда, басқаларда биік, ортаң қолда екен дейді. Ал мынаған неге, бұған ат қоя алмады ма, неге бұны аты жоқ саусақ деп атайды? Неге дәрігерге барғанда дәрігер осы саусақтан қан алады? Кім айтты жүрекке тіке барып тұр деп? Маладессің. Сосын айта ғой. Апай, сосын мына саусақтардың бәрі жұмыс істейді, тек қана мына жұмыс істемейді. Ал неге? Себебі бұл сүйекке жалғанып тұрған жоқ. Қане, тұра қойшы, бері кел. Ақылды жігіт өзі. Дұрыс айтасың, мына барлық қозғалады, мынаны қозғау өте қиын. Жаңа айтып тұрған дұрыс, сүйекке де жалғанып тұрған жоқ. Бұл басқа саусақ сияқты көп икемге көне бермейді, сондықтан да бұны аты жоқ саусақ деп атаған. А неге дәрігер бұдан қан алады? Неге басқа саусақтан ала бермейді? Себебі бұл жерде басқа саусақтардан алсам, бұл қанға іріңгіріп, ол аяқтың бәрін жүрекке баратынмен кір болып кетуі мүмкін. Ал бұл жүрекке жалғанбайды, сол үшін бұдан. Жарайды жаным, жақсы, ол да сенің түсінігің, жарайсың. Өзің ойыңды ашық айтқаның керемет. Енді былай, бүкіл адамның, жаңа бала дұрыс айттыр, бірақ ана өз тілімен айттыр ғой, адамның организміндегі бүкіл өзгерісті ең бірінші сезетін сезімтал саусақ осы. Сондықтан да неке жүзігін неге осы саусаққа салады? Неге басқа саусаққа салмайды? Мынаған сала берсін, мейлі. Жүрекпен байланысқан деп түсінесіңдер, бәрі. Мынау сезімнің саусағы. Сезіміміз аласармасын, сезіміміз осы қалпы сақталсын деп, осы саусаққа неке жүзігін салады. Өйткені бұл сезім атаулы саусақ. Адам сырқаттанса, сенің организміңдегі болып жатқан өзгерісті бірінші сезетін осы саусақ. Сондықтан да дәрігер осы саусақтан қан алады. Мыналарға барып болғанша мына уже сезіп, мынаған уже келіп қояды бүкіл бойдағы өзгерістердің бәрі. Сондықтан да дәрігер мына саусақтан қан алады. Тіпті сол қан алып отырғандардың өзін сұрасаң, білмеймін, бізге әйтеуір осы саусақтан алу керек болды дейді. Сондықтан да бұл бізге керек қой, танымдық, өзіміз тануымыз керек. Сендер бұны ешқандай оқу орнынан білмеймін, мен осыны оқытып жатқан оқу орнын көрген жоқпын. Жаратылыстану болсын, мейлі, биологияң болсын, қай сала болсын, өзін тану деген сол. Ал енді мына шынашақ әйтеуір бәріне еріп жүре береді. Бір үйдегі кенже бар ғой, сол сияқты өзімен өзі жүре беретін саусақ. Енді біз мектепке барғанда айтамыз, сен осы 5 саусақтың қайсысына жатасың? Бас бармақсың ба? Яғни сенің ұйымдастыру қабілетің жоғары болса, сен бас бармақсың. Бәрін басқара аласың. Сұқ саусақсың ба? Ананы бір, мынаны бір көрсетіп отыра беретін. Өзіңе қарамайтын. Ортаң қолсың ба? Бәрін меңгере алатын. Ғылымға, білімге құштар, өзіңе өзің жауап бере алатын, өзіңді өзгеден жоғары екеніңді іштей сезіне алатын ортаң қолсың ба? Жоқ, әлде сен бір Құдайдың саған өзгеден ерекше нұрын төккен сезімтал, талант, дарындысың ба? Көрдің бе? 5 саусақты тану деген мәселе осы. Сен дарынды екеніңді өзің білуің керек, өзіңді өзің іздеуің керек. Абай неге ғылым таппай мақтанба деді? Бірінші класстан бастап жатқа білетін шығармыз осы өлеңді. Неге айтты ғылым таппай мақтанба? Абай бүй дейді, өзіңнен өзгеден ерекше, өзіңнің ішіндегі ғылымыңды өзің тауып алмай, ішкен жегеніңе, жүрген тұрғаныңа, оқыған тоқығаныңа мақтанба дейді. Өзіңнің ішіндегі ғылымыңды тап дейді. Ол мына мәселе.